Қайырлы күн, менің құрметті YouTube арнасындағы оқырмандарым, сіздермен қаржылық істер бойынша заңгер, инвестор Гүлмира Қарасайқызы. Мені сағындыңдар ма? Вот по-честному айтыңыздар. Біздің YouTube арнамызда қазір, по-моему, 203-204 мың оқырман бар. Но соңғы уақытта мен өзімнің отбасылық жағдайыма, бала босануыма байланысты деп ақталып кеткен ба? В общем, декретке байланысты мен сіздерге жаңа видеолар түсіре алмадым. Но бүгіннен бастап, обещаю, я исправляюсь. Сіздер бүгіннен бастап әр аптада 2 видео жаңалық алатын боласыздар. Ол жерде қаржыға байланысты кредит, грант, инвестицияға, қай компанияға инвестиция жасауға болады, қалай ақша табуға болады, осы темалардың барлығын сіздерге ашық айтатын боламын. Мен сіздерге сразу горячий жаңалықпен келдім. Доллар 445-ке түсті. Қуаныңдар, қазақтар, кезінде 512-ден көтерілді, енді 445-ке түсті. Бұл деген сөз азық-түлік әрі қарай хотя бы қымбаттамайды деген сөз. Екіншіден, атышулы Каспий өзінің акцияларын Америка құрама штаттарының NASDAQ биржасында сатылымға шығарды. Енді Каспийдің акциясы көтеріледі ма, түседі ма, осыны мен сіздерге түсіндіретін боламын. Так что менімен бірге болыңыздар. Жаңадан қосылған оқырмандар сразу подписаться деген кнопканы басып қоя беріңіз. Мен осыған дейін 3 жыл бойы, нет, почти 4, биыл 5 жыл болып қалады екен. Қазақтарға кредиттен тиімді жолмен құтылуды, кредиттің переплатасын азайтуды, ипотеканы тиімді 25 жылға алған ипотеканы 5 жылда спокойно переплатасын азайтып жабуды, микрозаймның процентін алып тастауды, аресті ешқандай заңгерге сүйенбей өзі ашуды, аресті шешуді, кәдімгідей Каспий голдтан мысалға арест шешуді, және осы арқылы табыс табуды үйреттім. Мен ойландым, окей, почти вот 4,5 жыл уақытта мен қазақтарға кредиттен тиімді құтылуды үйрендім. Окей, енді сол кредиттен құтылған қазақтарға ақшасын көбейтуді үйрету қажет. Иә, енді мен сіздерге инвестицияны да қатар алып жүріп үйрететін боламын. Кәдімгідей өзіміздің Каспий, Халық банк, Казатомпром, шетелдік Apple, Meta, кез келген даже SPY, шетелдік фондтарға облигация, даже Америка құрама штаттарының гособлигациясына инвестиция жасауды үйретемін. Және осыған байланысты жаңалықтар, тақырыптар аптасына 2 рет біздің YouTube арнамызда шығатын болады. Осы орайда менің YouTubeға қайта оралуыма байланысты сіздерге бір сыйлық бергім келіп тұр. Дәл қазір егер сізде ақшамен проблема болса, ақша жетпейді деп жүрсеңіз, уже кредитный карта, микрокредит, кредитке кіріп кеткен болсаңыз, или кредит жоқ болса да, инвестицияны бастағыңыз келсе, ол үшін ақшаны сауатты басқару керек қой. Ең бірінші қадам инвестицияны басқаруға, бұл ақшаны сауатты басқару. Осы жерде мен сізге ақшаны жақсы басқарып, ақша жетпейді дегенді ұмытуға көмектесетін 100% гарантированный результатқа алып келетін өзімнің ақша бар, қаржы жоқ деген сабағымда тегін беремін. Оны алу үшін төменде Академия ақша бар деген біздің парақшаға ссылка көрсетілген. Сол Академия ақша бар Instagram парақшаға подписаться етіңіз де, маған дайректке ақша деп жазыңыз. Прям қазақтың 4 әріпімен ақша деп жазыңыз. Мен сразу осы 6 сабақтан тұратын ақша бар, қаржы жоқ курсты сізге тегін беремін. Но мынаны имейте в виду. Егер сіз бұл курсты толық көріп, менің айтқанымды жасайтын болсаңыз, ақша жетпейді дегенді ұмытасыз. И даже где-то бір айдың ішінде маған уже инвестицияға келіп, инвестицияны бастап кетуіңізге болады. Бұл 100%, даже на 1000% гарантия бере аламын, бұл сабақ сізге точно көмектеседі. И сіз оны қазір тегін ала аласыз. Ол үшін Инстаграмға маған подписаться ақша деп жазыңыз. Сонымен біздің ең алғашқы тақырыбымыз бұл доллар және теңге. Доллардың жағдайы не болып жатыр? Бешара ол осы аптада төмен түсті. 445, представляете, осыған дейін 450, 455, тіпті кезінде 512-ге дейін, курс 512-ге дейін барған. Доллар қазір 445. Егер сіз қазір доллар сатып аламын десеңіз, өте ыңғайлы деп айтуға болады. Бірақ ескеріңіз, жылдың аяғына дейін 400-ге дейін түсуі мүмкін деген болжам бар. Бұл деген сөз 400-ге дейін түсіп сода қатып қалады деген сөз емес, ескеріңіз. Яғни уақыт өте келе соған түсіп қайта көтерілуі мүмкін. Соңғы 2 жылда назар аударсаңыздар, доллар тек көтерілді. Жалпы өмір бойы көтеріліп келе жатыр ғой. Мен мына жерге әдейі сіздер көру үшін девальвацияның кәдімгідей графигін қояйын. Бірақ соңғы 2 жылда біздің ұлттық банктың жіберген бір қателігі бар. Бұл доллардың 415-тен 512-ге дейін шарықтауына жол берді. Байқасаңыздар, соңғы 2 жылда бізде сұйық май қымбаттады, жұмыртқа қымбаттады, қант қымбаттап, құрсын қырылып қала жаздадық қой. Осының барлығының себебі доллардың бағасының көтерілуі, сәйкесінше бұл теңгенің құлдырауы. Доллар көтерілді дегеннен гөрі теңге құлдырады деген әлдеқайда түсінікті. Неліктен? Қандай қатысы бар бұның? Жалпы айтуыңыз мүмкін. Гүлмира, мен зарплатаны теңгемен алам. Менің саудам теңгемен. Просто мен Қазақстанда өмір сүремін. Күнде өзім теңге жұмсаймын. Маған айдаладағы ақштың долларының қаншалықты қатысы бар десеңіз, қарапайым тілде түсіндірейін. Бізде егер теңгенің бағамы курсы төмендеп, вообще теңгенің құны төмендеп дейді ғой, доллар көтерілген кезде халықтың, яғни тікелей сіздің өміріңізге оның мынадай әсері бар. Сіз күнделікті алып отырған нан, сүт, азық-түлік, киім, коммуналка барлығы қымбаттайды.
әдетте коммуналка да қосылып кетеді оған. Хотя біз коммуналканы өзіміздің елімізден аламыз. Неліктен? Өйткені базардағы сатушылар әдетте тауардың бағасының көтерілуін, мейлі ол техника болсын, мейлі азық-түлік болсын, мейлі киім-кешек болсын, оны сол затты шетелден доллармен алуымен түсіндіреді. Яғни мен шетелден долларға сатып аламын. Сол үшін мен мына жерде қымбатқа сатамын. Қазір доллардың курсы көтеріліп кетті дейді. Ондайды естідіңіздер, Тіпті өзімізде бар азық-түліктің өзі, өзімізде бар ұн, жұмыртқаның өзі осы доллар көтерілген кезде көтеріліп кетеді. Енді Ұлттық банктың соңғы 2 жылдағы қателігі бұл бізде доллардың 415-тен сонау 512-ге дейін көтерілуіне рұқсат беруі. Ұлттық банк бұл бізде осы теңгенің жағдайын қадағалап отыратын, бақылап отыратын және регулировать ететін, как если айтайық, бізде енді свободное плаваниеге кетті деп үндемей қояды негізі. Доллардың курсы көтерілгенде свободное плавание деп үндемей қояды. Кейде, на самом деле, бізде Ұлттық банк оны урегулировать ете алады. Ұлттық банк осы курстың бағасы көтерілген кезде 512-ден үнсіз қалды. Сәйкесінше мемлекет тарапынан сөйлейтін орган ғой енді Ұлттық банк. Осы 512 көтерілгенде үндемеуімен өзің своим молчанием дейді ғой, своим бездействием Ұлттық банк допустил, что біздегі азық-түлік кәдімгідей көтеріліп кетті. Міне осы азық-түліктің бағасының көтерілуін инфляция деп атаймыз. Инфляция ол қымбатшылық, қарапайым тілмен айтқан кезде. Ал енді Ұлттық банк оянып біздегі инфляцияны 9-да 8-ге түсіруге талпынуда. Ескеру қажет, бұл бізде ресми цифр. На самом деле өткен жыл кәдімгідей инфляция бізге 20, 21, 23-тің айналасына барды, тіпті сондай кезеңдер болды. Көрдіңіздер өздерің телевизор, мына әсіресе инстаграмнан көресіздер ғой, азық-түлікке таласқан халық кәдімгідей ана жерде айғай-шу болып жатты. Өйткені тауардың тапшылығын жасап, мысалға қарапайым тілде мен сіздерге қантты айтайын. Қанттан тапшылық жасап, қолдан жасалған тапшылық болып шықты ғой, Тапшылық жасаған кезде ол жерде халықта сұраныс көп, қант жейді, варенье бастырамыз, тәтті торттар пісіреміз, бірақ дүкенде қант аз. Сәйкесінше мына жақта дүкенде ұсыныс аз болған кезде сұраныс көп. Мысалға, мына жақта бір адам ғана, бір сатушы ұсынып тұр, мына жақта 5 сатушы алуға келді. Сәйкесінше ол тауардың бағасы көтеріледі. Міне осы инфляция. Осыған бізде Ұлттық банк үндемей отырды. Сәйкесінше баға көтеріліп кетті. Инфляция көтерілді. Қазір енді Ұлттық банк ол инфляцияны түсіруге талпынуда. Бірақ бізде қалай? Доллардың курсы көтерілсе, баға көтеріледі, азық-түлік киім барлығына. Бірақ доллардың бағамы курсы түскен кезде баға орнына түсе қоймайды. Мен өзім ешқашан естімеппін, мына баға арзандады, өйткені доллардың курсы түсті ғой деген. Қазір осы жаңалықты түсіріп отырған кезде доллардың курсы 445. Осыдан где-то бір апта бұрын 455 болды. Бір апта емес, 3 күн бұрын сатып алдым ғой, 455 болды. Қазір 445. Но баға уже түспейді. Бұл жерде енді біздің регулятор, финансовый регулятор Ұлттық банктың қателігі, дегенмен осын сіздер біле жүріңіздер. Жалпы қаржылық сауаттылықты арттыру үшін, Енді доллардың сіздің өміріңізге қатысын түсіндіңіз ғой. Әрі қарай екінші мынаны айтқым келеді. Жоғарыда айтып кеткенде, егер қазір доллар сатып алам десеңіздер, ақшаңыздың белгілі бір бөлігін доллармен жинайын десеңіздер, негізі ұтымды кезең. Мен үнемі айтам, долларды сіз дәл қазір осы бір айда, 2 айда, жарты жылда, тіпті 1 жылдың ішінде қолданбайтын ақшаңызға сатып алуға болады. Как минимум 1 жыл тиіспейтін ақша болу керек. Мысалға, сізде қазір айтайық 200 мың теңгеңіз бар, сіз оны жинап қойғыңыз келеді. Бірақ сіздің мына жақта финансовый подушка, яғни келесі ай, ары қайда продукт сатып алуға ақшаңыз жоқ болса, сіздің қазір 200 мың теңгені 445 деген выгодный, тиімді курспен долларға айырбастағаннан пайда жоқ. 200 мыңға 400 доллар сатып аласыз. Бірақ сіз келесі айда ақшаңыз жоқ болып, азық-түлікке или квартираның арендасын төлеуге, или кредит төлеуге. Сол кезде мына алған 400 долларды теңгеге айырбастау сізге невыгодно болуы мүмкін. Өйткені доллардың курсы үнемі осылай тұрады ғой, волатильность, Ол уже келесі айда 440 болуы мүмкін, или вообще 400-ге түсуі мүмкін, Сол кезде сізге невыгодно болады. Сондықтан доллармен ақшаңыздың белгілі бір бөлігін долларға айырбастап алуға тиімді сәт дегенде, мынаны ескеріңіз. Егер сіз ол ақшаға кемінде 1 жыл тиіспейтін болсаңыз, окей? Егер ондай 1 жылдың ішінде мен қолданып қоямын деген сондай бір тұрақсыздау адам болсаңыз, сонда пока долларға айырбастаудың қажеті жоқ. Жалпы мен өзім қалай істеймін, өз практикамен бөлсем, мысалға, менде қазір 1 миллион теңге бар дейік, долларға айырбастаймын деп дайындап қойдым. Енді бүгін 445 болды ма? Курспен, бүгінгі курспен 200 доллар сатып аламын. И тағы понаблюдаю, егер ертең тағы да бір 443, 440 болып жатса, тағы да 200 доллар аламын. Бірден осы 1 миллионның барлығымен мен долларға кірмеймін. Мен осылай потихоньку бөліп жасаймын. Мысалға, 445 пен 200 доллар алдым, 440 пен 400-ге 200 доллар алдым. Мысал ретінде айтып отырмын ғой. Сонда менде усреднение шығады, яғни орташа бағам шығады. Түсіндіңіз ба? Және мен 445 пен алып қойып долларды. Ертең доллар вдруг 400 болған кезде,
мен сонша ақшам минусқа кетті деп уайымдап отырмаймын, көрдіңіз ба? Жалпы инвестициямен айналысамын десеңіздер, жалпы осы ақшаны жинаймын, қаржылық сауатымды арттырамыз десеңіздер, ақшаға бұл қатты уайымдаудың қажеті жоқ. И ақшаға осылай курс доллары түсіп көтерілген кезде қатты уайымдамау үшін, мысалға көпшілігі доллардың курсы 512 болғанда қандай уайым болды көпшілігінде? Өткен жыл мен доллар сатып алған кезде қазір мен үстіне 1 миллион қосылады деп кәдімгідей уайымдадық. И бәріміз 512 болған кезде сатып алуға талпындық. А было уже поздно. Просто долларды регулярно сатып алып отыру керек. И сонда усреднение ценасы шығады, кәдімгідей орташа бағамен алған боласыз, и қатты күйіп піспейсіз. Доллар көтерілсе де, түсіп кетсе де қатты күйіп піспейсіз. Но енді тағы бір жайт, неліктен біз Қазақстанда отырсақ та доллармен ақша жинауымыз керек? Өйткені Қазақстанның теңгесі тұрақты валюта емес. Әлемдік тұрақты валюта номер 1 бұл доллар. Біздің ұлттық теңге әлемдік экономикаға қарай кейде біздің финансовый регулятор, яғни ұлттық банктегі басшыларымыздың қалауына қарай дейікші, былай өзгеріп тұрады кәдімгідей, хамелеон сияқты. А доллар әлдеқайда тұрақты валюта. Сәйкесінше, егер ұзақ мерзімде ақша жинайтын болсақ, бізге доллармен жинау әлдеқайда тиімді. Бірақ ескеріңіз, егер ол ақшаны сіз жақын арада қолданбайтын болсаңыз. Осымен біз доллардың тақырыбын жабамыз. Осымен бізде доллардың тақырыбы жабылды. Долларға байланысты жаңалықтар осы. Қазір енді ұлттық банктың ұмтылып талпынып отырған инфляциясының деңгейі 9.8. Меніңше бұған бірден оралу оңай емес. Целевая инфляция дейді ғой, яғни бағаның өсуін соған дейін тоқтатқысы келеді. А баға уже өсіп кетті, меніңше оны қазір тоқтатып кері қайтара алмайды деп ойлаймын. Осы жерде бірден айта кетерім, егер сіз сатушы болсаңыз, тауар, техника немесе басқа бір жалпы саудамен айналысатын болсаңыз, егер ол тауарды доллармен алмайтын болсаңыз, онда доллар көтерілген кезде қит етсе бағаны көтере бермеңіз. Өйткені бұл азық-түліктің барлығы, тауардың барлығы Қазақстаннан шығатын болса, онда оның долларға тікелей қатысы жоқ. Айтпақшы, долларға байланысты мен сіздерге тағы бірдеңе айта кеткім келеді. Айттым ғой, доллардың курсы бұл. Бірінші, азық-түлікке әсер етеді, екіншіден бұл кәдімгі сіз ақша жинайтын болсаңыз, чтобы минусқа кетіп қалмау үшін оны жинауға болады. Үшіншіден мынаған назар аударыңыз. Бізде базовый ставка деген ұғым бар. Қазір біздегі базовый ставка ұлттық банктың сайтында көрсетілгенде 14,42. Енді осы базовый ставка тоже доллардың курсына да байланысты, және осы базовый ставкаға байланысты депозиттің ставкасы шығады. Ол қалай? Базовый ставка бізде 14,42 болса, қазір депозиттің пайызы әдетте базовый ставкадан 2-3 пайызға ғана жоғары болуы мүмкін. Енді мына базовый ставка мен айтып отырған күні кеше ғана өзгерді ғой почти. И қараңыздар, мынаған назар аударыңыздар. Бір сіздерге таңғаларлық жағдайды айтайыншы. Мысалы, базовый ставка 14,42 болса, депозиттің үстіне қосып беретін пайызы сізге бір 15, ары кетсе сол 14 пен 15 айналасында болады. Но мынадай ситуация бар. Қазір мен сіздерге бір банкты мысал ретінде көрсетемін. Бұл банктың жарнамасы емес. Қараңыз, такой парадокс. Егер сіз банкте депозитке ақшаны мысалға 1 миллионды 6 айға салатын болсаңыз, ставкасы 17%. Егер сіз сол 1 миллионды сол банкке 12 айға салатын болсаңыз, ставкасы 14,9. Ставка деген сол салған ақшаның үстіне қосып беретін пайыз ғой. 6 айға салсаң 17% қосып береді, 12 айға салсаң 14,9% қосып береді, 24 айға салсаң вообще одан да аз береді, 14,3% қосып береді. Что-то непонятно, өйткені ойлаңызшы, депозитке ақша салған кезде не істейміз? Депозитке ақша салған кезде біз банкке қарызға ақша береміз. И банкке ол выгодно ғой. Но банк айтып отыр, сен қысқа мерзімге ғана сенімен договор жасағысы келеді. Өйткені банкте мына базовый ставканың түсіп кетуінен қорқады. Сәйкесінше сен 6 айға сал дейді маған. 1 жылға емес дейді. 6 айға ғана мен сенен қарыз аламын, мысалға 17%-бен үстіне беремін дейді. Үстіне 17% қосып беремін. Бұл әрине теңгемен жылдық пайыз. Егер сен 12 айға салғым келеді, сразу договорды 12 айға жасаймын десең, онда договорда процент көрсетіледі ғой. А банкке саған 1 жыл бойы 17 деген пайызды қойғысы келмейді банк. Не хочет он так рисковать. Сол үшін ол саған 1 жылға салатын болсаң, ұзақ уақытқа мен саған ұзақ уақытқа ақшамды беремін деп тұрсың, банкке выгодно, но үстіндегі пайызын ол азайтады. 14,9. И 24 айға саламын десең, вообще 14,3 қояды. Неліктен? Өйткені мына базовый ставка төмендеп кеткен кезде, сол баяғы доллардың курсына байланысты банкке әрі қарай ұзақ мерзімде 12 ай, 24 айда сізге 17%-дан төлеп отыру тиімсіз болады. Сондықтан осы лайфхакты біле жүріңіздер. Егер мен банкке барып ұзақ мерзімге, бұрын негізі солай болатын, ұзақ мерзімге салсаң, оның проценті әлдеқайда жоғары болатын. А қазір наоборот, мына волатильность теңге мен доллардың курсының жиі ойнап тұруына байланысты банктер де депозиттің ставкасын азайтқан. Сондықтан сізге қазір 24%-ға салғаннан гөрі 6%-ға салған тиімді. Но если что, ары қарай пролонгация жасайсыз. Пролонгация дегеніміз сіздің договорыңыз депозиттің уақыты біткен кезде автоматты түрде ары қарай ұзартылады. Ұзартылмаса, онда банкке барып тағы да өтініш жазып, ақшаны тағы да 6 айға салып отырасыз. Яғни қысқа мерзімге. Біресе теңге құлдырап, біресе доллар құлдырап, осындай ситуация болып жатыр. Сондықтан депозиттің де пайыздары осылай өзгеруде. Екінші
Атышулы жаңалық біздің биржа нарығында, инвестиция әлемінде болған. Бұл біздің ең жақсы көретін банкіміз. Үйреніп қалдық, құрсын көкеміз сияқты Каспи өзінің акцияларын NASDAQ, Американың ең жоғарғы осы NASDAQ биржасына сатылымға шығарды. Осыған дейін Каспидің акциясы өзіміздің Касси және AX-те сатылатын. Және 2020 жылы ол лондонский биржаға шықты. IPO жасап, кәдімгідей алғаш рет өзінің акцияларын шығарды. Және сол кезде 2020-да Лондонға шыққан кезде Каспи компаниясының капитализациясы 6,5 миллиард теңгені құрап, Қазақстандағы ең үлкен құны жағынан, яғни капитализациясы компанияның құны жағынан ең үлкен компания есептелді. Представляете, 2020-да осындай уже деңгейге жеткен Каспи. Бұл әрине публичный компания ретінде бірінші орында болды. Капитализация 6,5 миллиард, ол кәдімгідей үлкен сума. Енді осыған дейін Каспидің акциясы получается өзіміздің биржаларда сатылды және лондонскийда. Биыл қаңтар айында Каспи бәрімізді таңғалдырды. Әрине ол айтқан болады, мен NASDAQ-қа шығам деп, бірақ біз ойлайық енді осы биылдың бір ортасына, биылғы жылдың может аяғына қарай деп, жоқ, сразу уже NASDAQ-қа жаңа жылда атып шықты. Американың NASDAQ биржасына өзінің акцияларын шығара отырып, Каспи өзіне 1 миллиард доллар инвестиция алды. Және ескере кететін жайт, осы процесті IPO деп атады. Негізінде бұл IPO емес, менің ойымша бұл просто биржаны ауыстыру. Өйткені Каспи шетелдік биржада, яғни лондонский биржада жоғарыда айтып өткенде листингті 2020 жылы өткен болатын. И NASDAQ-қа ол просто қазір лондонский биржадан шығып, NASDAQ биржасына барды. Но оны кәдімгідей IPO деді. Жалпы біздің қазақтарға сондай тән сияқты, енді Лантадзеда қазаққа ұқсап кеткен ба, блогерлер үй алса былай, или курсын запуск жасаса былай, кәдімгідей бала дүниеге келетін болса айғай шу жатады ғой. Сол сияқты Лантадзеде осылай кәдімгідей той жасап, ана жерде шариктер барлық осындай бір фейерверктермен өзін осы процесті IPO деп атады. Енді мұндағы қызығы не? Тек қана атауы ғана емес. Бұл жерде айтатын әңгіме прием заявлений, прием заявок на IPO дейміз ғой енді. Сол NASDAQ биржасына сатылып жатқан Каспидің акциясын алуға тек қана бір компанияны арқылы жасауға болатын болды. Бұл халық арқылы. Айта кететін жайт, Каспидің NASDAQ-та сатылып жатқан акциясын тек қана бір брокер арқылы алуға болатын. Тек сол арқылы ғана заявка беруге болатын. Бұл халық файнанс. Және осы орайда айта кететін жайт, заявка берген кезде бірден бағасы анық көрінбейді ғой. И ол жерде баға примерно $97.97 деп көрсетілген. И представляете, мынадай күтпеген жағдай болды. 17-18 қаңтарда прием заявок болды халық арқылы. И сол кезде біздің Каспидегі AX-те Каспи доллармен сатылады ғой, сол кездегі бағасы $98 болды. И ана жақта NASDAQ-та ол 97-мен сатылады дегенде примерно көрсетілді. Бірақ таңғалатын дүние, уже 19 күні, мына 17-18 заявка берді ғой, и 19 күні кімге одобрили заявку, кімге не одобрили көрсетеді ғой. Сол жерде Каспидің бағасы, представляете, NASDAQ-та $92 сатылған. Мұны білген біздің қазақстандық инвесторлар Каспиге кәдімгідей ренжіп қалды ғой. Өйткені ойлаңызшы, бізде $98 сатылып тұр. А почему-то Каспи барды да ана жаққа американдықтарға өзінің акциясын $92 сатып отыр. Американдықтарды байтайын деді ма, или осылай өзінің атағын шығарайын деді ма енді. Ну, скорее всего, просто имиджевый бір процесс болған сияқты, яғни Каспиді осылай. Хотя заявкада көрсетілген болатын, примерно 97-мен сатылады деп. Заявка бергенде $92 алды. Менің ойымша Каспи осылайша американдықтарға өзінің акциясы арқылы бір табыс табуды көрсеткісі келді. Міне табыс табуға болады осы Каспидің акциясы арқылы дегендей, сол үшін осылай арзан берген сияқты. Бірақ тағы айта кететін жайт, қазір мысалға сол IPO-сынан кейін 5-6 күн өтті, бірақ әлі күнге сол IPO арқылы $92 сатылған Каспидің акциясы бұлай ашық сатылымға әлі шықпады. Осы жағы түсініксіздеу болып тұр. Және бұл жөнінде ешқандай бір ақпарат та жоқ, өкінішке орай. Өйткені ол акциялардың мысалға IPO-ға шыққан кезде белгілі бір период болады, мысалы 90 күн сияқты, оны кері сатуға болмайды деген. Бірақ бұл жерде ондай шектеу болмаған еді. Осыған қарамастан Каспидің акциясы қазір NASDAQ-та пока былай сатылымда тұрған жоқ, стақанда пока баға өзгеріп жатқан жоқ. Енді жалпы осы жерде көпшіліктің жіберген қателігі, біздің әсіресе ұзақ мерзімді инвестицияны жасайтын адамдардың қателігі, Каспи NASDAQ-қа шықты деген кезде көпшілік соған заявка берді. Түптің түбінде ұтты ғой енді $92 алды. Бірақ мынаны ескеру қажет. Егер сіз ұзақ мерзімді инвестор болсаңыз, Каспидің акциясы итак өзімізде сатылып жатыр. Кассиден теңгемен алсаңыз болады. Қазір 46-47 мың теңгенің айналасында, по-моему, 45.297 болып тұр. AX пен доллардан алсаңыз болады. Қазір 93.40. Бұрыннан өзімізде сатылып жатқан Каспидің акциясын зачем NASDAQ арқылы алып?
Өйткені біз Қазақстан азаматы ретінде через американский биржа алатын болсақ, ол жерде кәдімгідей комиссия жоғары. По-моему, даже 1% сделкадан. Одан бөлек, егер сіз Каспийден ертең дивиденд түсетін болса, Каспийдің немесе акциясын сіз $92 алып кейін сатып жіберген кезде, өсім пайдасы түскен кезде, сіз одан да басқаша налог төлейсіз. Жалпы Қазақстанның азаматтарына, егер сіз ұзақ мерзімді инвестициямен айналысатын болсаңыз, шетелдік биржа арқылы алуға бірден асықпаңыздар. Өзіміздің Кассия AX арқылы алып табыс табуға мүмкіндіктеріңіз бар. Енді бұл дегенім шетелдік биржа арқылы алу қателік деген сөз емес, просто жағдайға қарау керек. Егер сен ойлаш, Каспийдің $92 тұратын акциясын 1 штугін или 2 штугін алатын болсаң, сен 1% комиссия төлейсің. По-моему, даже мынандай информация болды. Комиссия сол IPO-ға заявка берген кезде минимум $30 деген. Ойлаш, сен өзіңе бір 3-4 акция алып, оған минимум $30 комиссия төлейтін болсаң, вообще ешқандай табыс жоқ қой. Ол жерде вообще ол үлкен. Даже сен комиссиядан минусқа кетіп қаласың. Өйткені бұл шетелдік биржа. Сондықтан жағдайыңа қарап, қолжетімді инвестициямен айналысып, просто 1-2 штуктап алам, айына 20 мыңнан, айына 50 мыңнан салып отырып инвестиция жасаймын десе дегендерге, в принципе, өзіміздің Кассия мен AX-та жасай беруге болады. Осыны ескеріңіздер, өйткені сол кезде менің ойымша сол NASDAQ-тан акцияны алғандар қателесті. Әсіресе комиссия жағынан. Окей, енді жаңа 92-ден алған болсаңыздар, кейін сатып жіберіп комиссияның расходын жауып аласыздар деген үміттемін. Жалпы менің өзімде Каспийдің акциясы бар ма? Иә. Мен Каспийден кредит алмаймын. Ешқандай кредит ештеңе жоқ, бірақ Каспийде жалпы биржаға шыққан Қазақстанның компаниясы ретінде өте қатты құрметтеймін, сыйлаймын. Осы орайда қазір маған сіздер тасатасыздар. Каспийдің проценті жоғары, кредиті жоғары. Жандарым, сол Каспий ешкімді мәжбүрлеп сіздерге барып кредит тықпалап жатқан жоқ, өздерің барып аласыңдар. Но мысалға акционерлерін ол ренжітіп жатқан жоқ. Өткен жылы 2-ші кварталда, по-моему, 750 теңге, 3-ші кварталға 850 теңгеден әрбір штук акцияға дивиденд төледі. Оның үстіне мен, по-моему, округленно 39 мың теңгеден алдым оның акциясын. Қазір сатып жібергеннің өзінде әрбір акциясынан 6-7 мың теңге табыс табуыма болады. Но пока мен сатпаймын, мен жалпы өзімде Каспийді ұстаймын. Менің ойымша ол әрі қарай енді өсім потенциалы жоғары деп айта алмаймын. Қазір почти бір шарықтау шегінде тұрған сияқты, сол $100 айналасында болады бағасы. Но дивиденд жағынан ренжітпейді. Болашақта жалпы оның өсетініне мен қатты сенімдімін. Неліктен? Давайте қазір мен сіздерге Каспийдің сайтындағы финансовый информациясын көрсетемін. Бұл ақпаратпен қазір өздерінде таныса аласыздар. Каспийдің сайтына кіреміз. Осы орайда Каспийдің финансовый информациясын, қанша табыс тауып жатқанын, қалай жұмыс істейтінін сіздер өздерінде көре аласыздар. Мына жерде Каспийдің сайтына кіреміз, міне. Financial information деп, мына сайтты сразу орысшаға аударуға болады. И мында назар аударыңыздар, я. 3-ші квартал 2023-те Каспийдің кірісі 125 миллиардты құраған. Бұл тек қана платежи арқылы ғана. Каспийде негізі 3 қызмет бар: платежи, кәдімгі магазины бар, финтех ретінде и плюс консолидированный көрсеткен отчетында. Қараңыз, енді платежи бойынша, просто төлем операциясы бойынша 125 миллиард кіріс, оның 82 миллиарды тек қана за 3-й квартал, бұл бір кварталдық 82 миллиард ол чистый прибыль табысы. Енді торговый площадка, кәдімгі на Каспий магазиннен қалай табыстап жатыр? Бұл жерде 74 миллиард таза табысты құрайды, 74 миллиард. Платежи бойынша 82 миллиард, магазин бойынша 74 миллиард таза табыс. И бұл табыс жылдан жылға өсуде. Мысалға, платежи бойынша 47%-ға өссе, Каспий магазин арқылы сауда саттық 64%-ға өскен. Бұл енді таза табыс. Енді финтех бойынша, қазір білесіздер, кәдімгі финансовый компания болғандықтан, 3-ші квартал 2023-те оның табысы 77 миллиардты құрайды. При росту 17%-ға кіріс. Енді мына жерде консолидированный ретінде көрсеткен отчеты 3-ші кварталдағы общий сумма 232 миллиард, бұл таза табыс. Және бұл тек қана бір квартал, 2023-тің 3-ші кварталында Каспий осындай ақша тауып жатыр. Сондықтан менің ойымша, егер сіздегі сұрақ, мен Каспийдің акциясын өз портфеліме қосайын ба, қоспайын ба деген сұрақ болса, қосу керек деп есептеймін. Әрине, назар аударыңыз, қазір енді кішкене бақылау қажет, өйткені американский NASDAQ-қа шыққаннан кейін ол жердегі баға біздегі бағаға әсер етуі мүмкін. Жалпы инвесторлардың күтімі қалай болды? Олар ойлады, NASDAQ-қа шыққан кезде қазір біз IPO-сында аламыз, одан кейін ол бізге әсер етіп, бізде қымбаттайды деген сияқты. Ал керісінше баға откатпен төменге қарай кетті. Бұл қор нарығында, биржада болып тұратын жағдай. Сондықтан мұндай кішігірім бағаның өзгеруіне қатты уайымдаудың керегі жоқ. Өйткені осындайда баға кішкене түсіп көтерілген кезде жаңағыдай кофе ішіп, темекі шегіп, валерьянка ішіп кетпеу үшін желательно сіз, тем более жаңадан бастайтын инвестор болсаңыз, онда ұзақ мерзімді инвестициямен айналысқан жөн. Бұл кемі средний срок дейікші, 5 жыл мен 10 жылдың арасы. Енді как минимум 3 жылға алған жөн. Жалпы Уоррен Баффеттің кеңесі бар ғой осы жерде. Сіз акцияны дейді өзіңіздің портфеліңізде 10 жыл ұстауға ниетіңіз болмаса, оны сатып алудың керегі жоқ дейді. Сондықтан менің сіздерге кеңес беретінім,
ұзақ мерзімді инвестиция. Айтпақшы, егер инвестицияны қолжетімді суммамен бастап үйренемін десеңіздер, мен төменде біздің Академия ақша бар деген парақшамызға сілтеме қалдырамын және WhatsApp номерімді қалдырамын. Дәл қазір сіз біздің инвест вебинарға келіп, мына тізімде көрсетілген компанияларға сразу менімен бірге 1,5 сағаттың ішінде сол инвест вебинарға қатыса отырып, менімен бірге сразу мына кнопканы басып, сразу осы тізімдегі компанияларға инвестиция жасауды бастап кетесіз. Гарантированно. Бұл үшін бір үлкен сумманың қажеті жоқ. Даже мен үнемі айтамын ғой, инвестицияны 5 мың, 10 мың теңгемен де бастап кетесіз деп. Сондықтан 1,5 сағаттың ішінде менімен бірге сразу инвестор боламын. Мына жерде ойлаңызшы, тізімде қазір бізде, по-моему, мына жерде 3 банк бар, кемі вот. Банк Центр кредит, Халық банк, Каспий, одан да басқа біздің компаниялар бар, мына Казтрансол, Казатомпром сияқты. Осы компанияларға сіз инвестор болғыңыз келсе, плюс дивиденд алғыңыз келсе, онда төмендегі WhatsApp-қа жазып вебинарға келіңіз.